сұрағымыздан Шолпан ханымға бергім келіп отыр. Сіз өзіңіз кәсіпкер ретінде кәсіппен спорттың және де заң мен тәртіптің қандай байланысын көресіз, қалай өміріңізде байланыстырып жүрсіз, соны айтып кетсеңіз. Үлкен мәдениет, тәртіп, заң бар жерде тәртіп бар, тәртіп бар жерде жетістік бар. Сондықтан әрине әр отбасында үлкен ұлы қызы болсын, үлкен бір үміт артады. Сондықтан осы үміт артып, осы өсіріп отырған ұрпағымыз, мында балалар, қазіргі және мына үлкен кісілер айтып жатыр ғой, ерекше керемет заманда сіздер өмір сүріп жатсыздар. Өйткені мәдениет жағында да, ғылым жағында да, білім жағында да, спорт жағынан да сіздерге бүкіл үкімет жағдай жасап қойған. Сондықтан қазір жататын кез емес, ұйықтайтын кез емес, отыратын кез емес. Әр уақыттарыңызды тәртіппен, режиммен алға қойып, мында қазіргі осы кісілердің жолы сіздердің екінші күні отыратын сіздердің орындарыңыз. Біз сіздерге қарап, баяғыда менің әкем айтатын, есікке қараған уже біз артқа кетіп бара жатырмыз, сіздер төрге қарап отырсыздар деп. Сондықтан жастарға айтатыным, жастар тек қана білім ала беру емес, тәртіп, спорт дегеніміз не? Ол дене денсаулық, ол дисциплина, үлкен жетістік, қажырлық, қайтпастық. Сондықтан баршаңызға осындай керемет, мында біздің әкімдеріміз, директорларымыз, қаншама мықты мында тұлғалар сіздерге осы жер бүгінгі уақытын жай бөліп келіп отырған жоқ. Өйткені қазіргі біздің ақша дүние емес, біздің болашағымыз сіздерсіздер. Ол ұлттық код дейміз, жастарға аманат дейміз. Бұл кісілер өздерінің қарызын қайтаруға келіп отыр. Менің өзім, өйткені мен де мұғалім болғам, бірақ кәсіппен айналысып кеттім. Қазір кәсіптің жетістігіне жеткеннен кейін біздің қарызымыз бар ұрпағымызға беретін. Ол не? Осы жас ұрпақты қолдау. Мемлекет қана емес, біз мемлекетімізге қарап отырмауымыз керек. Әр кәсіпкер, қазіргі өзінің мемлекетінің осы жерде өмір сүріп жатқан әр азамат, еркек болсын, әйел болсын, ұлтқа үлесін қосу керек. Біз қазіргі көп жерде ұлттық құндылық деп жатырмыз. Ол не? Ұлттық құндылық үйден басталады. Дәстүрден, салттан, мақал, мәтел, барлық біздің ата-бабамыздың қалдырып кеткен дәстүрімізден. Жаңа заманауи қылып, осы жастарға біз жеткізу. Бұрынғы ұлттық құндылықты алып, жаңа заманауи қылып, осыларға біз жастарға қалдырып кетсек деген үміттеміз. Сондықтан жастар шетелді көру дұрыс, еліктеген дұрыс, білімді алу дұрыс. Бірақ ата заң біздің ішкі құндылығымызды, ішкі дәстүріміз бізді әр қашан қазақ екенімізді ұмыттырмайды деп ойлаймын. Сондықтан осы 155 жылдыққа өзімнің үлесімізді қосайық. Қандай да бір, неге біз мектептен бастап жатырмыз? Өйткені әр тәрбие мектеппен отбасында басталады. Енді отбасы кіші мемлекет қой, а мектеп біздің нағыз болашағымыз. Сондықтан үлесімізді қосқымыз келеді. Және де мен сияқты кәсіпкер кісілерге үндеу жолдап жүрмін. Кәсіпті істей беру емес, сен кәсіпті тек қана отбасыңды байыта беру, шетелге бару емес, сен осы үкіметіңе, еліңе, жеріңе бір үлесіңді қосып кетсең, ол сенің Алла тағаладан ұрпағыңа қалатын тарих. Анау Дубайдан барып үй алу емес, осы бір мектепке, кішкентай кабинетке бір қазақтың ұлттық дүниесін қойып кетсең, не болмаса мемлекетіңе. Сондықтан намысы бар ол ақылды қыз деген ол өте мағыналы. Сондықтан толағай осы жобаға келіп жатқаным, өзім ұсынып қосылайықшы, бірдеңе істейікші. Неге біз орыстанып барамыз, тілімізді қазақша сөйлеуге ұяламыз. Бір жерге барсақ, көбі не қазақ емес, не орыс емес, соткаға қараған жастар болып барады. Ал оларды мектепте тек қана доп тепкізе бермейік, өзіміздің ұлттық ойындарды. Қазір Алла жазса біз ұлдардың ойындарын ұйымдастырсақ, жақында біз қазақтың да қыздарының ойындары көп қой, неше түрлі тәрбиеге әкелетін. Соның бәрін ұйымдастырмақ ойдамыз. Сондықтан енді істер жұмысымыз өте көп, істер атсалысатын жеріміз өте көп. Сондықтан жастар үлкендерден үлгі алады, осыған атсалысыңыздар, әлемнің чемпионы болыңыздар, қазағымыздың чемпионы болыңыздар. Әр оқушы, әр ата-ананың мақтанатын, осындай мен ұл өсірдім, қыз өсірдім дейтіндей, мектептеріңіз мақтанады, мемлекетіңіз мақтанады. Мына кісілердің жолдарын беріп, әлем чемпионы тек қана мемлекетте емес, үйдің әр адам чемпион болуға лайықты.
Сондықтан әркім қажырлы еңбек етсе, тәртіп істесе, қоймай бір жерге жүгіре берсеңіздер, жетістікке жететіндеріңізге кәміл сенемін. Сондықтан жетістіктеріңіз көп болсын, мына кісілердің батасы тиісін. Енді осындай киелі ауылда толып тұрып, сіздерге 5 жыл сайын, масқара ғой күшті, 5 жыл сайын сіздер қаншама жоба өткізеді екенсіздер. Енді Алла тағала нұры жаусын осы ауылдың. Сондықтан биылғы жылдарыңыз ерекше өтсін. Барша кәсіпкерлерді әсіресе шақырғым келеді, үлес қосыңыздар. Тек қана кәсіп жасай бермей, біздің мемлекетімізге үлес қосайық деген ойдамын. Енді қалған сөздерді әр кісі айта жатар. Тамаша, рахмет. Елім маған не береді емес, мен еліме не бере алам деген сұрақ туындаған адамнан біраз жақсы дүние күтуге болады деген ойдамын.